Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен Мафтия-Бат Telegram боты іске қосылды. Бот жұмысын бас мүфти төрағалығымен Рамазан айына орай өткен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төралқа мәжілісінде цифрлық даму бөлімінің меңгерушісі Тимур Орынхан таныстырды. Оның айтуынша, жаңа Telegram бот Рамазан айында пайдаланушылардың діни сұрақтарына жауап беру үшін арнайы әзірленді. Ол шариғат мәселелері бойынша ақпарат беруге және кеңес ұсынуға арналған. Одан бөлек қолданушылар бот арқылы Рамазан кестесін жүктей алады. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін. Тек пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Лайк басып комментарий қалдырыңыз.